11-12 жұп нервтар, nervus accessoria және nervus hypoglossus. Так, 12 және 11. Ой, 11. Қайдан шығады? Ол ең алдымен біз сопақша мойдеске түсіріп кетейік. Так, вот так, вот так, вот так, так, вот так, и вот так. Бір жағынан осылай, екі жағынан емес. Мына жерде бізде сұр заты болады. Дұрыс па? Сұр затының ішінде бізде ядролар орналасады. Так, 9-дан 12-ге дейін. Осының ішінде бізде өзінің жүру жолына байланысты және де мидан шығуына байланысты бізде 12-ші жұп нерв ол олива мен пирамида мен оливаның ортасына шықса, вот так. Ал бізде 9-11 ол бізде оливаның артына шығады. Енді так, ромб тәрізді шұңқырдан тоже проекциясын салатын болсақ, так, вот так. Так, peduncle cerebral superior, medius inferior, superior, medius inferior. Және де бізде осы гипоглоссусқа арналған өзін жерде бізде үш бұрыштар болады. Ал 10-шы жұп нервтің және 12-шінің, так, 10-шы және 12-нің үш бұрыштар болады. Және де осы жерде бізде nucleus nervi hypoglossii атты ядро болады. Дұрыс па? Так, енді бұл бізде айттық, что олива мен пирамиданың ортасына шығады. Ары қарай ол өзінің каналы, каналис nervi hypoglossii деп аталатын канал арқылы шығады да. Ол бізде қайда барады? Тілдің бұлшықеттеріне барады. Тілдің бұлшықеттері қандай еді? Меншікті. Жоқ, маған жалпы бұлшықеттерін айтайыншы. Musculus longitudinalis superior, inferior, hypoglossus, genioglossus, transversus lingua және де verticalis. Енді тағы бұл жерде бір ерекшелік бар. Ерекшелік. Енді бізде мойын өрімі бар. Шейное сплетение. Plexus cervicalis. Енді ол жерден бізде не? Сен деп болатын болса, неден түзіледі ол? Білмейді. Так, мені қараңдар, бізде қосылады. Одан кейін бізде қараңдар. Radix inferior бар. Және де ол жаңағы radix superior бізде не? Ол бізде 12-ші жұп нервпен мені қосылады да, бізде ansa cervicalis береді. Ал ansa cervicalis ол бізде мойнан төмен жатқан үш бұлшықетке және де ол genioglossusқа береді. Ansa cervicalis жаңа жерде ілмек мені. Ілмегі алады да, ол жаңағы бұлшықеттерге береді. Ал клястан жатқан қандай бұлшықеттерге тамақ береді? Sternocheidius, Tirachoideus, сосын Sternocheidius, Tirachoideus, Homocheidius. Осы үш бұлшықетке клястан жатқан осыларға өзінің тамақтарын береді. Енді, так, 11-ші жұп нервқа келейік. 11-ші жұп нерв, ол жерде бізде екі ядро болады. Ол nucleus nervi accessoria және nucleus ambiguus. Так, ол біреуі бізде тоже жаңағы ромбовидная ямкада болады. Мысалы, екіншісі ол бізде жұлында болады. Дұрыс, молодец. Енді қара, ол жұлынның қай жерінен шығады? Мысалы, бізде так, олива мен пирамиданың ортасынан жаңағы біреу шықса, ал екінші ядродан ол бізде sulcus posterolateral арқылы шығады, правильно? Енді дұрыс. Так, екеуі қосылады. Екеуі мені қосылды, правильно? Енді ары қарай ол бізде қандай тесік арқылы өтеді? Ол бізде foramen югуляре. Foramen югуляре. Foramen югуляреға өтеді да, ол foramen югуляреда ол екі тармақ береді. Ramus externus және ramus internus. Мына қараңдар. Интернус ол не істейді? Ол 10-шы жұп нервпен нерв фалакспен қосылып кетеді. Дұрыс па? Иә. Арғайт нервпен қой. Ал радикс superior ол бізде superior ramus externus ол бізде екі бұлшықетке барады. Ол sternochleida mastoideus және де musculus trapezius. Яғни трапеция және де трапезм емізік бұғаны тәрізді бұлшықетке. Енді жалпы жолын қарастырайық, ол трактус кортиконуклеардиске түсірейік, және де ол қайдан басталады, яғни бірінші нейрон қайда орналасады. Ол бізде так,
Так, ол бізде гирус прецентрализде орналасады, және де бұл жерге бірінші нейрон болады, ал мына жерге барады да екінші нейрон денесі орналасады. Дәл солай 12-де. Гирус прецентрализ барады да